Армағайын, бармысыз, құрметті кітап құмарлар. Бүгін біз Тұрсынбек Әлиұлының «Улуру» деген романның екінші кітабына шолу жасаймыз. Бұл жерде ауаға оралу деп аталады. Естеріңізде болса, бірінші кітапта біздің Бек мырза, басты кейіпкеріміз, Оңтүстік Америкада Ауа есімді үндіс қызымен көңіл қосқан болатын. Соны екі қабат күйінде бұл отанға деген сағынышын басым түсіп тастап кеткен болатын. Сөйтіп Қазақстанға оралады, бірақ Қазақстанға оралғанмен жан жай таппайды. Себебі ол Оңтүстік Америкада қалып қойған сүйіктісі, махаббаты Ауаның жағдайын ойлай береді. Бұл жайт оның жанын жегідей жейді, ар ұяты маза бермейді. Мен қызды екі қабат күйінде тастап кеттім, қазір не халде екен, баланы не істеді екен, басқа біреуге тұрмысқа шықты ма екен деген сияқты осы сансыз жауапсыз сұрақтар оның мазасын алады. Сөйтіп жүріп, ол турагентстводан билет алады Аргентинаға. Мен жолға шығам деген өзіне шешім қабылдайды. Оны өзінің әйеліне түсіндіреді. Әйелі де қазақ қоғамындағы көнбіс әйелдердің біреуі ғой енді. Күйеуіне айтса, соған көніп отыра беретін. Бірақ әрине бұл оған әйеліне шындықты айтуға батылы бармайды. Қандай еркектің басқа біреумен әуе болғанын өз әйеліне ашық түрде жеткізетін еді, сондықтан бұл тек қана айтады, мен сол жақта тұтқында қалып қойған қырғыз досым Жақшыбекті құтқаруға бара жатырмын, оны құтқармасам менің адамдығым ассын, маған рұқсатыңды бер деп, сөйтіп бұл әйел күйеуіне батасын беріп, Бек мырза қайтадан жолға шығады. Ол бұл жолы ұшақпен аман-есен жетеді, Буэнос-Айрес дейді. Сөйтіп Оңтүстік Америкада өзі қалдырып кеткен жаңағы Ауаның отты жер аралына барып, сол жерде Ауаны тауып алады. Керемет, енді индийский кинодағы сияқты қосылу, кішкентай баланы көру, Ауаның көз жасы, ол жердегі, соның барлығы әдемі суреттеледі. Ол жерде бір үлкен таныстық орын алады. Сол күні Ауаның қалада тұратын Анхель дейтін ағасы көшіп келген екен. Ол Анхель дейтін ағасы анау-мынау адам емес, қылмыстық топтың белді мүшесі екен, түрмеде отырып шыққан. Сондықтан сондай бір қандоғыл дейміз бе, енді қандоғыл деп айтуға болады ғой, сондай бір қылмыскер екен, қылмыстық әлемнің бір өкілі екен. Сондаймен екеуі, енді сол қылмыс әлемінің өкілі қайнағасы Анхельмен бірге бұл жаңағы өздерінің кезінде өзі құлдықта ұсталынған түрме лагерь бар ғой, алтын қорытатын пештері бар. Сол жерге барып Жақшыбекті іздейді. Сол бір күннің, бір түннің ішінде ол лагерьде түрмені басып алады, тұтқындардың барлығын босатады. Жақшыбек тірі екен, аман-есен, оны тауып алады. Ал енді қолға түскен алтындардың барлығын сол қылмыстық топқа береді Бек мырза. Бек мырза бұл жерде мырзалығын танытады, айтады, мына алтыннан маған ешқандай үлес ештеңе керек емес, бұл харам, адал жолмен келмеген зат, сіздер не істесеңіздер, осы істесеңіздер деп сондай бір мәрттік танытып, Анхельдің жігіттерінің аузын жабады. Енді Бек досын құтқарды, енді қасына өзінің сүйіктісі Ауаны алып Қазақстанға қайтпақшы болады. Енді Ауада оған келсе кетеді екен, не деген керемет, бәріне келсе беретін сондай қыздар. Екінші әйелің жары болуға оған келісім береді. Сөйтіп барлығы бір кемемен бір күнде жолға шығады. Жолға шыққаннан кейін өкінішке орай сол кемеде бір бүлік шығады. Бүлік шығады, капитанмен бұл жерде кеменің жүк қойған адамдардың арасында қарулы қақтығыс болады. Аяқ асты бұлар бір иесіз жапандала аралда қалып қояды. Бір 8 шақты адам иесіз айдалада қалып қояды. Ауаның екінші балаға аяғы ауыр. Олар сөйтіп иесіз далада бір 6 айға жуық уақыт қалып қояды. Сөйтіп 6 айға жуық уақыт сол иесіз аралда өмір сүріп жатқан кезде Ауа мен Бек бір үңгірде Дрейк дейтін әйгілі теңіз қарақшысының тығып кеткен қазынасын көреді. Керемет, енді ана жерде сандық алтын, гауһар тастар, сондай бұйымдар барлығын көреді, бірақ ол туралы ешкімге тіс жармайды да өзара келіседі. Біз бұл аралдан аман-есен шықпайынша бұл қазына туралы ешкімнің білмеуі тиіс дейді. Сөйтеді да, олардың қасында бір баласыз жұп болады, Никола есімді күйеуі бар, және әйелі, олар Елжанды жақсы көреді екен, айтпақшы баласының есімін Елжан деп қояды. Сөйтіп жүрген кезде әйтеуір бір кеме келіп бұларды құтқарады. Бұлар Оңтүстік Африка республикасына
барып жетеді. Сол жерде Кейптауннан Қазақстанға ұшамыз деп жүрген кезде бір экскурсияға шығады. Ол екі арада ауаның толғағы келіп қалады екен. Ауаның толғағы келеді да оны больницаға жібереді. И сол экскурсиядан қайта оралғанда мына Бек мырза мен Жақшыбектің үстінен тас түскендей бір ауыр хабар келеді. Ауа толғақ үстінде көз жұмды, баласы жетім еді деген. Енді Елжан жетім қалды. Бек мырзаның әрине күйзелістен махаббатын жоғалтқаннан кейін өте үлкен дағдарысқа ұшырайды, есі кіресілі шығасылы, ештеңені ойламайды, ештеңенің байына бармайды. Сөйтіп әрең дегенде өзінің есін Қазақстанға кетіп бара жатқан ұшақта бірақ жияды. Сөйтсе ол Жақшыбек оның Елжан деген ауадан туған ұлын жаңа баласыз отбасыға тастап кеткен, ауаны сол жақта табытпен жерлеген. И Бек мырзаны өстіп қолынан жетелегендей Астанадағы үйіне алып келеді. Бірақ біршама уақыт өтеді, күйзеліс, дағдарыс біраз пердесі қалдырылғандай болады, көтерілгендей болады. Сол кезде бұл кісі жиі өзіне түсіне алады, сүйіктісін түсінде көре береді. Неге дейді, сөйтсе ойлайды, Елжанды сен неге бөтен адамдарға тастап кеттің деген сондай бір кінәлі жүзбен жаңа ескі сүйіктісі бұл кісінің түсіне кіре береді. Сөйтеді да бұл белін бекем болады. Жоқ дейді, әйеліне бәрін түсіндіреді, осындай болды, менің некесі туған балам бар, мен ол баланы алып келмей қалай болады. Себебі ол менің ескі сүйіктімнің, бұрынғы сүйіктімнің аруағы маза бермей жатыр деп. Сөйтіп досы Жақшыбекке қайттан жүгінеді. Ар жақтан өзінің Анхел қайнағасы келеді. Қазақстанға не керек, әйтеуір солмен сол баланы алуға жолға шығады. Негізі екінші кітап сол баланы қайта алып келу операциясы сияқты. Енді ауаға оралу, одан кейін сол баланы қайта алып келу операциясы деп атауға болады. Енді бұл жерде бір көсегелденең оқиғалар болады. Мен тағы да айта кететін, тағы да бір сынайтын тұс, ол әйел адамдардың, әйел затының сипатталуы. Мен себебі қазақ классик жазушыларының шығармаларына әбден үйреніп қалған екенмін. Сонымен сусындаған мен ол жерде әйел затының өте әдемі, нәзік, бұлай анау пьедестал дейді ғой, бір төбеге көтеріліп сипатталуына мен әбден үйреніп қалған. Мына жерде бір әйел затын қор көру, жасы келген әйелді қор қылып мазақтау, оны күйеуге шыға алмай жүрген өзінен көру, сондай бір диалогтар, монологтар менің шыны керек жүрегімді айнытты. Мен әсіресе осы екінші және үшінші кітапты өзімді бір зорға оқытып бітірдім. Бұл жерде енді мен өзімді анау айтқан феминист деп айта алмаймын, бірақ мен қоғамда қыз баланы сыйлағанды, әйел затын сыйлағанды және осыны көріп, үйреніп өскен отбасында тәрбие көргеннен кейін бұл маған өте ұнамады. Мысалы, Жақшыбектің қарындасы бар 30-дан асқан. 30-дан асты не болыпты, әлі тұрмысқа шықпапты дейді. Оны Жақшыбек тіпті Бек мырзаға тоқалдыққа ұсынады. И және де мен соны ойладым да, осы біздің қазақ қоғамындағы көп еркектер осы тұрмысқа шықпай жүрген 30-дан асқан қыздарды өзіне тоқалдыққа алып алғысы келетін сияқты. Олардың бір түп санасында бар ғой, орнығып қалған бір қиялдары, арманы сияқты да. Мына жерде сол кітапты әдеби шығармада сол бір жүзеге асатындай соны бір тілге тиек етеді. Яғни бұл жерде біз нені көреміз? Бір тоқалдықтың немесе 30-дан асқан қыздың кез келген еркекке екінші немесе үшінші әйелге көнуінің легитимизациясы. Яғни бұны дұрыс ретінде, яғни бұның бір дұрыс іс әрекет ретінде бағалануын көреміз. Егер сыни тұрғыдан ойласа, сондықтан бұл маған өте ұнамады. Яғни бізге тоқал болу, бәйбіше болу деген нәрсені агитация жасаудың қажеті жоқ, әдеби шығарма арқылы. Сосын мысалы сол Айшөректі алып қараңызсаңыз, одан кейін Айшөрек жаңа Анхелге екінші әйел болып тұрмысқа шығады шетел жігітіне. Оны да өзінше енді бір қазақ қоғамындағы шетелдіктерге тұрмысқа шығып жатқан қазақ қыздарының тағдыры дегендей бір проблема ретінде қарастырады ғой. Бірақ мен ойлаймын, ол проблема емес. Біз көшпелі халық емеспіз енді. Ат үстінде жүрген жоқпыз, мал бағып жүрген халық емес. Біздің өмір сүру дағдымыз ол 100 жыл бұрын 100%-ке ауысты. Біз не көрмедік? Біз соғыста көрдік, ашаршылықта көрдік. Енді біз коммунизмнен де өттік. Тәуелсіздікті алып аяғымыздан тік тұрып жатқан халықпыз. Біз бұл жерде әрине шетелдіктерге шығыңдар, тұрмысқа шығыңдар деген үгіт насихат емес. Бұл жерде мен еркіндікті
әйелдік теңдігін, сонау 20 ғасырдың басында барлық алаш жазушылар болсын, яғни Совет одағының жазушылары болсын айтып өткен. Мен сол әйел теңдігін, әйелдің еркіндігін, оның таңдау құқығына қол сұқпауын қалар едім. Яғни сіздің жасыңыз 30-дан асып кетсе, сіз міндетті түрде біреудің тоқалы болуға келісуге міндетті емессіз. Соны ұғып алсын деп айтайын деп едім, егер көрермендер болса. Ал мына жерде керісінше, егер сіз 30-дан ассаңыз, сіздің бір проблемаңыз бар. Сондықтан тез арада тұрмысқа шығу, бала табу, кім болса, о болсын, шал болсын, 10 баласы бол еркек болсын, бұрын үйленген еркек болсын, оған бәрібір әйтеуір бір тұрмысқа шықса болды деген, аты бар болса болды деген нәрсені дұрыс қылатын сияқты да, сыңай сияқты. Менің көзқарасым бойынша. Енді өздеріңіз оқып, өз әділ бағасын бере жатарсыздар. Сондай, сол қысқасы осы. Өздеріңіз оқысаңыздар, оқиға желісі қызықты, тілі жеңіл, бірақ мен тағы да айтар едім, әйел затының сипатталуы, оған деген қарым-қатынас мына көркем шығармада орын алатын маған мүлде ұнаған жоқ.